Саламатсыздар. Бүгінгі дәріс тақырыбы Қазақстан Республикасының 18-19 ғасырлар кезеңіндегі Ресей империясының бодандығы кезеңіндегі мемлекет және құқықтық жүйесіндегі саяси өзгерістер. Енді барлығымызға белгілі 18 ғасыр кезеңі Қазақстан Республикасы үшін Ресей империясының боданы ретінде танылуымен белгілі. Өйткені 18 ғасырдың бірінші ширегі Ресей империясының құрамына алғаш кіші жүз қосылғаны белгілі. Өйткені сол кезде кіші жүзді басқарған Әбілқайыр хан Анна Иоанновнаның антын қабылдау арқылы екі жақты келісім шарт орнатып Ресей империясының қол астына кірген еді. Міне осы кезден бастап 1731 жылдан бастап қазақ даласы түгелдей Ресей империясының қол астына кіре бастады. Алғаш кіші жүз кіріп, кейін орта жүз, ұлы жүз осы Ресей империясының отары болып түгел дерлік, яғни күні бүгінге дейін біздер 19 ғасыр, яғни 20 ғасырдың яғни бірінші ширегі дейміз. Одан кейін кеңес үкіметінің қоса айтсақ, яғни бір ғасырға жуық Ресей империясының құрамына түгел қосылды деп айтамыз. Енді бұл әрине үлкен кезең. Бұл кезең қазақ даласындағы мемлекет саласына, одан кейін құқықтық жүйеге көп өзгерістер алып келген еді. Өйткені Ресей империясы кіші жүзді өз қарамағына қосып алғаннан кейін ендігі мақсатты қазақ даласын түгел жаулау арқылы көршілес елдерге, қала берді Қытайға, яғни жаугершілік соғыстар арқылы басып алуды мақсат еткен еді. Енді Әбілқайыр ханның негізгі мақсаты кіші жүзді Ресей империясының қосудағы көршілес Хиуа, Бұхар, Қоқан хандықтарынан қазақ даласын сақтау еді. Сондай мақсатта яғни келісім шартқа қол қойған еді. Әрине екі жақты келісім шарт нәтижесі бұл іс жүзінде ғана болып, қағаз жүзінде ғана болып, іс жүзінде бұл келісім шарттар орындалмай жатты. Өйткені екі жақтында өзіндік ойлаған астыртын саясаты болған еді. Ал енді Ресей патшайымы сол кезде Ресей империясының құрамына қосылған кіші жүзге ең бірінші ары қарай тереңірек ену үшін қазақ даласына бірінші әскери бекіністерді салып орната бастады. Бұндағы мақсат қазақ даласын түгел отарлау еді. Енді Әбілқайыр хан Ресей империясының құрамына қосылғаннан кейін кіші жүзде түгелдей жайықтың оң жақ дейміз, сол жақ жағалауы дейміз, Ресей империясынан келген орыс шаруаларымен, орыс көпестері, мұжықтарымен, одан кейін шетелдік жаңағы капиталистердің келуімен ерекшеленеді. Енді Әбілқайыр хан өзінің мақсатына жетуді әрине осы Ресей империясының құрамына қосылу арқылы өзінің даласындағы территорияны, яғни көршілес елдерден сақтау, қазақ ұлтының, тілінің, дінінің, дәстүрін сақтау еді. Бірақ енді бұл әрине бірнеше жылға созылған отарлау саясаты қазақ мемлекеттілігіне, яғни көптеген зиянды жақтарын көрсетті дейміз тарихтан. Өйткені Ресей империясы ең бірінші 18 ғасырдың аяғынан бастап 19 ғасыр түгел дерлік көптеген Ресей империясының заңнамаларын, болмаса патшаның жарлықтарын шығару арқылы, өкімдерін шығару арқылы, яғни болмаса 1822-1824 жылғы яғни жарлықтарды шығару арқылы 1858 жылғы дейміз, 1867-68 жылғы реформаларды, одан кейін 1891-94 жылғы реформаларды енгізу арқылы қазақ даласын түгелдей заңдастырды дейміз. Бұл дегеніміз қазақ мұсылмандарының, қазақ халқының ежелден келе жатқан адаттық жүйеден керісінше Ресей империясының заңнамаларын түгелдей орындауға міндеттеуге алып келді дейміз. Міне бұдан көргеніміздей отарлау саясаты қазақ мемлекеттілігінің яғни тәуелді дербес өмір сүріп құқықтық саланың
кеңінен дамуына әрине кері әсерін тигізген еді. Енді 19 ғасырда көптеген қабылданған заңнамалардың барлығы да негізгі мақсаты осы отарлау болып табылған еді. Енді бүгінгі дәрістің сол мақсаты де осы 18 ғасырдың, яғни басынан бастап түгел 19 ғасырда қабылданған заңнамалардың осы қазақ даласында мемлекеттілік пен құқықтық саланың дамуына әсерін терең зерттеу және саралау болып табылады. Қарап отырсаңыздар, бұл заңдардың барлығы да көнеден әдет, ғұрып, дәстүрі арқылы адаттық жүйенің орындалуына, яғни теріс ықпалын тигізген еді. Міне сол себептен де адаттық жүйеде көптеген өзгерістер болып, кейбір мәселелер қоғамдағы саяси мәселелер дейміз, қазақ даласында болып жатқан шариғат заңнамасынан тысқары, шариғаттан тыс жүріп отырды. Енді бұл заңнама аясында ең бірінші мемлекеттік басқару әкімшілік саласында көптеген өзгерістер болды. 19 ғасырдың осы соңғы ширегінде қабылданған реформалар көп өзгерістер алып кетті мемлекеттік басқару саласына. Өйткені қазақ даласында ең бірінші, яғни билік басында осы Ресей патшасының жарлықтарын қазақ даласына орындалуын қадағалап отыратын генерал-губернаторлар тұрған еді. Генерал-губернаторлардан кейін, яғни осы патшаның билігін түгелде жүзеге асыруын қадағалап отыратын әскери губернаторлар болған еді. Ал енді бұрынғы дәстүр жүйе бойынша қазақ халқынан тек болыстар ғана өз сайлауға құқықтарын жүзеге асыру міндеті ғана қалған еді. Ал қалған билік басында түгелдей патшаның, яғни патша өкіметінің шенеуніктері ғана билікті жүзеге асырған еді. Яғни қазақ халқы түгелдей осы биліктен аластатылды деуге болады. Ал болыстардың өзі де сол кезде Ресей патша өкімдерін орындаушы, яғни генерал-губернатордың немесе әскери губернатордың өз бастықтарының міндеттерін орындаушы ретінде ғана, яғни саналды дейміз. Іс жүзінде болыстық басқарушылар қазақ халқының мүддесін, сол кездегі қоғамда олардың талаптарын, саяси көзқарастарын, саяси мүдделерін, яғни орындалуына жоғарыға қарай ұсыныс ретінде жеткізуші болмаса, оларды қолдаушы ретінде қарауға болмайды. Өйткені тікелей олар патшаның өкімдерін орындаушы ғана, яғни төменгі лауазым тұлғалар болып есептелінді. Енді заңнамалар көптеген өзгерістер алып кетті. Мемлекеттік басқару саласына, құқықтық жүйеге дейміз түгелдей. Бұның барлығы да әрине Ресей империясының бодандығы болғаннан кейін түгелдей қазақ ұлты өзінің жерінен, тілінен, дінінен, өзінің, яғни әдет, ғұрып, дәстүрінен айырылу қаупіне алып келді дейміз. Енді студенттер бүгінгі дәрістен көріп отырғаныңыздай, бұл империялық заңнамалар әрине қазақ қоғамында көптеген соғыстардың, жаугершілік көтерілістердің жан-жақтан көтерілуіне алып келген еді. Әрине қазақ даласының түкпірінде болып жатқан төңкерістер, көтерілістер еш нәтижесі болды дейміз. Сонымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Империя заңнамаларының мемлекеттік және құқықтық жүйеге әсері жан-жақты талданды дейміз.